Сіз Мыздахан комплексіндегі менің артымда тұрған дөмбешікті көргенсіз, және оның Жомарт Қасап естелігі екенін де білетұғын шығарсыз. Бірақ та оның тарихы және кім болғанын білесіз бе? Ол Әпуайы Қасап па, ямаса 1000 жылдық әпсана артындағы сырлы тұлға ма? Қазір көріп шығамыз. Рауатларға қарағанда ол ауыр ашаршылық жылдарында камбағал, бай демей, һәм мені бейпул көшпенен тәмендеген. Оның естелігі шамаменен 2-16 әсірге тиесілі делінеді. Бірақ ең қызығы адамлар оны зияратлауды дауам етеді. Малы набыт болғанлар оны 3 рет айланады. Ауырғанлар тәуір болу үмітінде түнеп қалады. Перзентсіз келіншектер болса, бұл төбешіктен домалайды. Бірақ археологлардың жұмағы хайран қалдырды. Бұл тек төбешік емес. Қазылмаларда анықталуынша, бұл жерде біздің эрамыздың басларында 6 метр биіктіктегі төбешік болған. Ол хәтте айемгі дағма, яғни қабір вазипасын да атқарған болуы мүмкін. Ал бұл үлкен төбешік қалай пайда болған? Әфсанада айтылуынша, Жомарт Қасап қайтыс болар алдында кімде-кім зияратыма келсе, өзі менен бір қуыс топырақ алып келіп, қабіріме тасласын деген екен. Міне осылайынша адам қолы менен осы төбешік пайда болған делінеді. Бірақ іліми жақтан қарасақ, ілімбазлар Жомарт атын айемгі Иран әпсаналарындағы бірінші адам Каюмарс, ямаса Гавмарт, яғни бұға көрінісіндегі адам менен байланыстырады. Яғни бұл тұлға артында зардуштейлік тамырлары жасырынған. Демек, Жомарт Қасап төбелігі тек қана қабір емес, ал зардуштейлік, ислам һәм көшпелі мәдениетлар тәсірінде қалыптасқан сирек ұшырасатұғын зиярат орны. Айтпақшы, төбешіктің астында Мазлумхан сұлудығына ұқсас көззал, жер асты мақбарасы бар деген де гәплер бар. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл мағлұматлардан қайсы бірі дұрыс? Ол Әпуайы Қасап болған ба, ямаса айемгі адам Гаумарт па? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың.